Ассалаумағалейкум ағайын. Маған осы уақытқа дейін қаншама халықтан қоңыраулар түсті. Туған туысқаннан, жақындардан. Әрқайсысына жеке-жеке жауап беріп жатпайын деп. Нұрсейіт Жылқышыбай бауырыма сұхбат берейін деп шештім. Бәріне бір жауап осы болсын деп. Ал сол уақытқа дейін мен қандай күйде болғанымды өзімнен басқа ешкім білмейді. Және бір Алла. Мен сол уақыт арасында өзім қол жұмсауға дейін бардым. Тойға, киноға бару былай тұрсын, тіпті көшеге шығудан қалдым. Мен үйтіп әр адамға мазақ болғанымша қол жұмсауға дейін бардым. Тойға, киноға бару былай тұрсын, тіпті көшеге шығудан қалдым. Мен үйтіп әр адамға мазақ болғанымша сотталып кеткенім артық. Мен өзімнің ақиқатымды айтамын. Қандай шағым түсірсін менің үстімнен, қандай арыз берсін, мен өзімдікін айтамын. Тіпті керек десеңіздер, детектор лжи деуші ме еді? Соған да отыруға дайынмын. Өзім. Ассалаумағалейкум ағайын. Мен сіздерден мұндай қолдау күткен жоқпын. Көп рахмет. Бұл жерге бағаны беретін сен емес, мен емес, Дариға. Бұл жерде бағаны беретін ел, жұрт, туған туыс, көрші көлең, әріптес, группалас және де жақын туған туысқандар. Сондықтан да мен сені Нұрсейіт Жылқышыбайға тікелей эфирге шақырасың. Болмайды, құдайға шүкір. Болмайды. Негізі деп іштей таусылдым деген сәт бола ма? болмайды, құдайға шүкір. Болмайды. Негізі депрессияның адам емеспін, тфай-тфай. Әйелде проблема көп қой, ата ене, үй тіршілігі, жары, бала тәрбиесі. Вот Ләйла ханым, мен сізге айтсам қазір өтірік болады. Жоқ менде ондай нәрсе. Болған сәтте де мен әйтеуір шығам ғой. Бәрінің өзінің бір орны тұрады. Айтып тұрма, қасіреттің адам емеспін, проблеманың адамы емеспін. Саған ренжіген, сені ренжіткен адам бар ма? Ондай жоқ, құдайға шүкір, жоқ. Қарқылдап жүріп кете бересің. Кете берем, я. Іштей таусылдым деген сәт